Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 90-шы сабақ ғажайып әлем тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта шығармадағы оқиғаны болжап жалғастыратын боламыз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: адам құрлықта да, суда да өмір сүре ала ма? Егер өмір сүре алса, қалай тіршілік етеді? Бір сәт қиялдап көр. Фантастикалық шығармаларда өмір шындығына қиял элементтері қосыла суреттеледі. Жоқ, адам табиғи түрде құрлықта өмір сүруге бейімделген. Адамдар суда ұзақ уақыт тіршілік ете алмайды. Өйткені біздің ағзамыз судың ішінде тыныс алуға бейімделмеген. Суда тек белгілі бір уақытқа ғана қалқып жүзе аламыз, немесе су астында ауа ұстаған күйде бола аламыз, бірақ ұзақ өмір сүру мүмкін емес. Балалар, біз тек қана құрлықта өмір сүреді екенбіз. Олай болса, келесі екінші тапсырма: түсініп оқы. Орыс жазушысы Александр Беляевтің «Адам балық» атты фантастикалық шығармасы бар. Басты кейіпкер ихтиандр су астында да өмір сүре алады. Үшінші жаттығу: жазушы қиялына мән бере оқы. Адам балық. Ихтиандр бақ ішіндегі құм төселген сүрлеу жолмен жүріп келеді. Белбеуіне қыстырылған қанжары салақтап аяғына соғылады. Көзілдірігі қолға және аяққа киетін биялайы көлбақа табандары көрінеді. Ол үйіне келе жатыр. Үйі шағын ғана, небәрі 4 бөлмеден тұратын. Соның аз үйге жапсарлас біреуіне Кристо орналасқан. Оған таяу ас үй, сосын кітапхана болатын. Ихтиандр испан және ағылшын тілдерін білетін. Сосын ең соңғы шеткісі ихтиандрдың жатын бөлмесі. Сол жатын бөлменің тап ортасында хауыз бар еді. Кереуеті қабырғаға тақап қойылған. Ихтиандр кейде сол кереуетте демалатын, бірақ көбінесе хауызда жатқанды ұнататын. Сальватор тауға ихтиандрға қызметімен жаққан Кристоны ертпей жалғыз кетуді ұйғарған. Жол жүрерде Сальватордың Кристоға былайша мықтап тапсырғаны бар: ихтиандр аптасына ең кемі 3 түн кәдімгі кереуетте жатып ұйықтауға тиіс. Ал маған суда жатқаным көбірек ұнайды. Жаныма жайлы, деп қарсылық білдіреді ихтиандр. Доктор сені кереуетте жатсын деп бұйырған. Әкеңнің тілін алу керек. Кристоның енді ихтиандрдың бұған белгісіз бір материалдан тігілген қабыршақты костюмі ұдайы жауып тұратын денесін көргісі келді-ақ. Сен не, киіміңді түнде жатарда да шешпейсің бе? Деп сұрады ол бірде жігіттен. Неге шешем? Менің қабыршағымның еш кедергісі жоқ. Қайта оңтайлы. Желбезекпен тыныс алуыма әрі терімнің тыныстануына түк зияны тимейді. Және сонымен бірге ол бар пәледен қорғайды. Мұны акуланың өзі де, тіпті өткір пышақтың жүзі де кесе алмайды, деп жауап қайтты ихтиандр. Ал көзілдірікпен биялайды не үшін киесің? Деп сұрады Кристо, кереуеттің қасында жатқан таңғажайып биялайды қарағыштап отырып. Биялай менің шапшаң жүзуіме септігін тигізеді, ал көзілдірік теңіз түбінен дауыл суырған топырақтан қорғануға қажет. Мен оны ұдайы киіп жүрмеймін, бірақ көзілдірік кисем су астындағы дүниені жақсырақ көрем. Көзілдірігің болмаса, су астында өзіңді тұманда жүргенде сезінесің, деді де бір жымиып қойды ихтиандр. Сосын сөзін қайта жалғап: сенің менімен бірге су астында жүзе алмайтының өкінішті-ақ. Мен саған небір ғаламаттарды көрсетерем. Неге бұл адамдардың бәрі бірдей су астында өмір сүре алмайды екен? Мәтін Александр Беляевтің шығармаларынан алынған. Аударған Хайдолла Тілемісова. Балалар, неліктен адам су астында өмір сүре алмайды? Сен қалай ойлайсың? Адамның өкпесі тек ауамен тыныс алуға бейімделген. Суда оттегі бар болса да, ол еріген күйде және біз оны тікелей пайдалана алмаймыз.
Балықтар желбезек арқылы судан оттегіні сүзіп алады, ал адамдарда ондай мүмкіндік жоқ. Су астында қалыпты өмір сүруге қажетті жағдайлар жоқ. Тамақ, ұйқы, қозғалыс, демалу, тағы басқа сияқты қажеттіліктерді қамтамасыз ету қиын. Арнайы жабдықтар болмаса, адам ұзақ уақыт суда өмір сүре алмайды. Төртінші тапсырма мәтінге сүйеніп, сурет бойынша ихтиандардың киімі, заттары туралы әңгімеле. Ихтиандардың киімі мен заттары қабыршақты костюм, көзілдірік, пиалай. Ихтиандардың қабыршақты костюмы желбезекпен тыныс алуына әрі терісінің тынысталуына көмектеседі. Пиалай шапшаң жүзуіне көмектеседі. Ал көзілдірігі теңіз түбінен дауыл суырған топырақтан қорғануға қажет. Көзілдірігі арқылы су астындағы дүниені жақсырақ көреді. Бесінші тапсырма. Су астында жүзгенде ихтиандр неден сақтану керек? Оның достары туралы не айта аласың? Санамалап айт. Су астында жүзгенде ихтиандр акуладан сақтану керек. Оның дельфинді теңіз тұлпары дейді. Дельфинді дауыл жағаға шығарып тастайды. Қанатты қатты жараланған. Оны ихтиандр сүйретіп алып суға қайта түсіреді. Ол жүзе алмайды. Қорегін тауып жей алмайды. Оған ихтиандр 1 ай балық беріп асырайды. Ол екеуі дос болып кетеді. Балалар, 6-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіндегі оқиғаның әрі қарай болжап әңгімеле. Балалар, осы мәтіндегі оқиғаға өздеріңіз қиял беріп, ары қарай болжап әңгімелеңіздер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.